Теміртау қаласының 23 жастағы тұрғыны өзінің 3 сіңілісін қамқорлығына алған. Олардың ең кішісі бүгінде ауыр халде, ал балалардың туған анасы қыздардан кезінде бас тартыпты. Бір құрсақтан шыққан бауырларын жетімдер үйіне бергісі келмеген Надежда Каспер 19 жасында сіңлілерін өз қамқорлығына алуды шешкен. Бүгінде Надежда өзінің 2 қызымен бірге 3 сіңілісін қосып тәрбиелеп отыр. Самая младшая Настенька, она родилась у нас со многими патологиями, недоношенная на фоне. Ең кішкентай сіңілім Настя шала туылды. Небәрі 1 келі 300 грамм, бойы 35 сантиметр ғана болды. Себебі анамыз салауатты өмір салтын ұстанбайтын, аяғы ауыр кезінде күтінбеді. Сондықтан 29 аптасында босанып қалды. Шала туылғандықтан Настя көп уақыт бойы салмақ жинай алмады. Содан кейін оны күтіп бағу үшін балалар үйіне жіберді. Ол жерге анам барып тұруы тиіс болған. Алайда ол бірде-бір рет бармады. Кейін сіңілімді асырап алуға бел буып іздестіре бастадым. 1 ай бойы таппай жүрдік. Сөйтсем Майқұдықтағы ауруханада жатыр екен. Баланың өкпесі қабынған. 2016 жылдың 13 наурыз күні ғана оны өз қолыма алуға мүмкіндік алдым. Кішкентай Настяға туа салысымен пневматикалық гипертония және өңештің кеңеюі деген диагноз қойылған болатын. Ал Надежда аурудың қаншалықты қауіпті екенін тек балада қан кете бастаған уақытта түсінген. Бүгінге дейін 4 жастағы бүлдіршінге 4 ота жасалды. Баланың өңешінің кеңеюі 4-ші сатыға жетіп, онымен қоймай варикоздық тамырлары кеңейе бастаған. Настяның көк бауырын алып, соңғы ота кезінде варикоздық ақауды жою үшін арнайы имплант орналастырылыпты. 20 сентября делаем Насте ФГДС. 20 қыркүйек күні Настяны ФГДСтен өткіздік. Сол кезде оның жағдайы күн санап ауырлап келе жатқандығын анық болды. Бірден Алматы қаласына хабарластым. Олар квотаны дайындаңыздар, сосын ота жасаймыз деді. Біз барлығын дайындай бастадық. Алайда бір күні дәрігер хабарласып, тағы жарты жыл күте тұруға кеңес берді. Мен оған келіскім келмейді, себебі баладан қан кетіп жатыр. 4 жастағы бүлдіршін теребалды сал ауруымен де ауырады. Алғашқы кезеңдерде ол өз бетімен жүре алмаған. Настя өзіне жасалған отаның көмегімен 2 аяғына тұрды. Бұл отаны жасату үшін бүкіл ел болып қаржы жинаған. Она у нас ходила как балерина на носочках. Ол құдды бір балериналар сияқты жүре бастады, аяқтарының ұшымен. Менің өз қызымның жүре бастағанын көрген сіңілімде өз бетінше жүргісі келді. Алайда оны туа біткен ауруы бұған кедергі болды. Қайырымды жандардың көмегімен ота жасалды. 2 айдан кейін Настя өз бетінше жүре бастады. Бұл отбасыда тек әкелері ғана жұмыс істейді. Ол келіншегінің 3 сіңілісін, өзінің туған 2 қызынан ешқашан бөлектеген емес. Кішкентай Настяның ем-домы үшін отбасы банктен несие алып, бүгінде қарызға белшесінен батқан. Надежданың ең үлкен сіңілісі 18 жаста. Оның оқуы үшін де қаржы қажет. Мы обратились в фонд, я рассказала всю ситуацию. Біз арнайы қайырымдылық қорының көмегіне де жүгіндік. Олар бар шамасы келгенше көмектесуге тырысты. Барлық мемлекеттерге сұраныс жіберді. Бізді емдеуден Корея мемлекеті бас тартты. Бірнеше күн бұрын Настядан қайтадан қан кете бастапты. Бүгінде балақай Қарағанды қаласындағы балалар ауруханасына жатқызылды. Баланың қамқоршысы Надежда Каспер шаһарымыздағы қайырымды жандардан қаржылай көмек көрсетулерін сұрайды. 4 жастағы бүлдіршіннің денсаулығына бей-жай қарамайтын қайырымды жандар болса, Настяның дер кезінде Алматы қаласында емделу үшін экранда көрсетілген шотқа ақша аударуларыңызға болады.